Сәлем, бұл менің 13-ге толып жатқан күнім еді. Және керемет еді. Өте күшті. Біз Габайда болатын едік. Суға шомылдық, күлдік, ойнадық және фотоға түстік. Ең керемет күніміз. Саяхаттап жүрдік. Бір күні біз Инстаграм жоқ адамдарды іздей бастадық. Әрқайсысына сынымызда. Бір күні біз бір қызды таптық. Бір қыз, яғни ол біздің сыныпта оқитын қыз екен. Оны тауып алып біз қатты қуандық. Оның орнына Инстаграм аштық. Біз онымен жақсы қарым-қатынаста емес едік. Себебі ол ешқашан біз бірімізді жақсы көрмейміз. Және де дос бола бермейміз. Сосын біз оның Инстаграм ашып, оның жаман суреттерін қоя бастадық. Мен өте сүйкімдімін. Мен футбол ойнағанды қатты жақсы көремін деп, оның статусына жазып қойдық та. Сосын оның ең ұсқынсыз суреттерін сала бастадық Инстаграмға. Әрине бұл өте күлкілі болдық. Басында біз әрине алаңдадық. Ең керемет. Бірақ кейбір адамдар бізге күлгеннен кейін біз керемет күйде болдық. Сосын біз Габайдан қайтып бара жатқан кезде сол Маркейді дейтін ата-анасы бізге жаза бастады, ұрса бастады. Біз қатты біртүрлі болдық. Сосын бұны ата-анамыз біліп қойды да, директордың алдына да бардық. Олар барлық сыныптардың көзінше бізді масқаралады. Мен қатты жыладым. Сосын мен барып одан кешірім сұрадым. Сосын енді екеуміз бірге доспыз, біріміз қатты жақсы көретін ең керемет достарға айналдық.